Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Жалпы қозғайтын, талқылайтын маңызды тақырыптардың бірі қазіргі таңда көптеген адамдарға білуге тиісті болған тақырыптардың бірі де зинақорлықтың зардабы болып отыр. Жалпы зина араб тіліндегі сөз. Қазақша ойнас деп аударылады. Бөтен ер мен әйелдің некесіз жақындасуы болып табылатын зина исламға дейінгі барлық діндерде де тыйым салынған әрі арсыз қылық болып табылады. Зина үлкен күнәлардың қатарына жатады. Ұрпақ пен текті шатастырып, қоғамды ластайтын болғандықтан оған берілетін жаза да ауыр болған. Қасиетті Құранда ол туралы зинаға жақындамаңдар, өйткені ол өте жиіркенішті іс әрі нашар жол. Исра сүресі 32 аятта делінген. Тағы бір аятта олар Аллаға қосып басқа тәңірге дұға етпейді. Орынсыз Алла тыйым салған іс, кісі өлтірмейді, зина да жасамайды. Кім бұларды істесе жазаға тартылады. Оған қиямет күнінде еселеп азап беріледі. Сол азапқа қорланған күйі мәңгілікке тасталады деп Фурқан сүресінің 68 аятында айтылған. Мән беріп қарасақ, Құранда зинаға жақындамау туралы ескерту жасалғанын көреміз. Ол нені білдіреді? Зинаға бастайтын барлық іс әрекеттен бойды аулақ ұстауды білдіреді. Адам ойша да зинаға елтуі мүмкін. Яғни ойды таза ұстап, жаман ой келген жағдайда Алладан кешірім сұрау керек. Зинаға шақыратын тағы бір іс ол көру, яғни көзге абай болу керек. Нашар фильм, видео, суретті көруде осыған жатады. Жүрегінде иманы бар мұсылман баласы әрдайым Нұр сүресіндегі мына аятты есіне алары хақ. Онда: ей елшім, мүминдерге айт, харамға қарамасын, әурет жерлерін харамнан сақтасын. Дінде бөтен кісілерге көрсетуге болмайтын дене мүшелері әурет деп аталады. Көз көрмесе көңілің де тілемес, көзің көрсе көңілің ауы түк емес деп Баласағұн бабамыз айтқандай, зинаға бармауда көзге абай болу өте маңызды. Бір рет көргенде тұрған не бар деген түсінік аса қауіпті. Себебі адам бір рет, тағы бір рет деп жүріп, қалай сол нашар іске бой алдырып қойғанын аңдамай қалады. Сол секілді бабаларымыз айтқандай, үлкен қауіптен қалай сақтанатын болсақ, ұсақ қатерлерден де солай сақтану қажет. Имам Раббани салиқалы әйел кісілерге жазған хатының бірінде: жүрек көзге бағынады. Көзді күнәдан сақтамаса, жүректі сақтау қиындайды. Ендеше иман күшімен осыны еңсеру керек деп жазған. Ал қазір қала көшелерінен еш қымсынбастан жастардың қол ұстасып, құшақтасып, өбіскенін көреміз. Бұл әрекеттер өздерінен бұзатынын, соңы зинаға жол ашатынын, өз өмірлерін бүлдіретінін солар түсіне ме? Зинаға жоламау деген бұйрықты кең түсіне білсек, астары тым тереңде. Қазақ халқы соңы қорлық болған үшін бұл нашар қылықты зинақорлық деп атаған. Себебі бұл жоғарыда айтқанымыздай үлкен күнәлардың біріне жатады. Зина жайлаған жерде адамгершілік қасиеттер, ар, ұят, тектілік, тазалық, имандылық бәрі де аяқ асты етіледі. Ата-бабаларымыз қан тазалығына, ұрпағын сақтауға ерекше мән бергендіктен, ойнастан туған оңбайды деп, көлденең көк аттыдан бала тууды ерсі қабылдаған. Себебі ұрпақ бұзылса, ұлт бұзылатыны анық. Ойнастан туған бала опасыз, мейірімсіз болып өседі. Адамгершілік қасиеттерден ауытқиды деп қараған. Ондайларды шата, көрдемше деп жақтырмаған. Әдетте ойнастан туған балада да, анасында да қадір болмайды. Кей жағдайларда ондай әйелдер шаранасын көшеге қоқысқа қалдырып жатады. Бүгінгі күні жаға ұстатып жатқан жағдайлар осындай зинаның салдары екені сөзсіз. Жетімдер үйінің көбеюіне себепші. СПИД, сифилис секілді түрлі жыныстық аурулардың да обасы зинадан тарағаны мәлім. Жалпы Алла Тағаланың
адалдық шеңберін кең еткендігін түсінген адамға харам іске барудың да қажеті болмайды. Расында адам көңілі қалайтын істердің баршасын жаратушы иеміз адалдығынан жүзеге асыруға мүмкіндік берген. Бұл дүниенің сынақ екенін ешқашан естен шығармауымыз керек. Мұсылман қоғамы әрдайым тазалыққа, пәктікке, имандылық пен адами қасиеттерге негізделеді. Бойын күнәдан таза ұстау адамның өзіне ішкі ерік жігеріне байланысты. Ал зинақорлықтың қасіреті бұл дүниені де ойрандайды, ақыретті де. Есті мұсылман осының бәрін біле тұра, ол арсыз іске жуынмасы анық. Алда-жалда өкініші болса, тәубе есігі қашанда ашық екенін де ескертеміз. Жаратушы иеміз қаласа шын өкінген ондай құлдарын кешірер. Дегенмен тәубенің шынайылығы сол күнәға қайта беттемеуде екенін мәлім. Алла тағала ел ішін түрлі жамандықтар мен кесір-кесепаттардан сақтасын. Ұрпағымыздың арлы, текті болуын нәсіп етсін. Ахирет дауана, алхамдулиллахи раббил аламин.